Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы экономикалық жүйелердің тарихи типтері, өзгеріспен сабақтастық. Оқу мақсаты мемлекеттердің экономикалық даму ерекшеліктерін талдау үшін экономика және экономикалық жүйе ұғымдарын қолдану. Сабақтың мақсаты: экономика және экономикалық жүйе ұғымдарын түсіну. Экономикалық жүйелердің тарихи дамуын, өзгерісін және сабақтастығын талдау. Комикс арқылы көрнекілікпен тақырыпты меңгеру. Балалар, бүгін біз экономика мен экономикалық жүйе ұғымдарымен танысамыз. Қанеки, анықтаманы жаттаңдар. Экономика дегеніміз қоғамның материалдық қажеттіліктерін өтеу үшін ресурстарды пайдалану жүйесі. Бұрын адамдар мал бағып, егін егіп, өздері тұтынатын өнімді өздері өндірген. Дәстүрлі экономика табиғи шаруашылыққа негізделген жүйе. Тауарды тауарға айырбастау арқылы нарық қалыптасты. Нарықтық экономика жеке меншікке, еркін бәсекеге негізделген жүйе. Бізде өндіріс пен бағаларды мемлекет қатаң қадағалады. Жоспарлы экономика дегеніміз барлық өндіріс пен бағаны мемлекет басқаратын жүйе. Қазіргі таңда көптеген елдерде аралас экономика қолданылады. Аралас экономика дегеніміз нарықтық еркіндік пен мемлекеттік реттеудің үйлесімі. Экономикалық жүйелер өзгерсе де, сабақтастық сақталады. Біз өткеннен үйренеміз. Экономикалық жүйелердің дамуы дегеніміз үздіксіз өзгеріс пен сабақтастық. Ендеше тақырыпқа байланысты тест тапсырмаларын орындаңыздар.